Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін ауызда еритін өте жұмсақ, дәмді печенье жасайтын боламыз. Менің артыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Ал печеньемізді бастайық. Ыдысымызға 350 грамм ұнымызды салып аламыз. Үстіне 150 грамм сары майымызды салып, екеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал міне араласып болды. Енді үстіне 100 грамм сахарный пудра, 1 қасық қопсытқыш, тағы да араластырып, енді үстіне 2 жұмыртқаның тек қана сарысын саламыз. 50 граммдай қаймақ саламыз. Мен ұмытып кетіппін. Міне енді араластырып, міне жұмсақ қамыр дайындаймыз. Енді қамырдың үстіне майдаланған жаңғақ, ақ седанамызды салып, тағы да жақсылап осыларды араласқанша қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ қамыр болады. Міне қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ қамыр болады. Енді бұны демалтырудың қажеті жоқ. Печеньеді бастай берсек болады. Дәл осылай қамырларды думалақтап аламыз. Листімізге қағазды төсеп, листімізге дәл сол думалақ күйінде қойып аламыз. Аралары кішкене ашықтау етіп. Міне барлығын мен жасап шықтым. Енді венчиктің көмегімен ұстайтын жағымен ортасынан дәл осылай тесіп шығамыз. Қатты ар жағы көрініп қалуының шарт емес. Менде жасыл және розовый глазурь. Енді осы глазурларды ішіне салып шығамыз. Енді печеньеларымызды 180 градусқа 25 минутқа пісіріп аламыз. Міне печеньеларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді, ауызда еритін печенье болып шығады. Үйде жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Салтанат. Келесі видеода көріскенше.